Давай, қозғалма, сучка. Мә саған. Еба. Достар, мен анау номер 22-ші деревнядағы Серіктің деревнясындағы 3 хулигандарға маған келген и нервыма тиіп и маған угрожать еткен хулигандарға мен әлі нервым ұстап тұр. Олар еще итті өлтіріп тастады и еще иттің өлгеніне күліп тұрған. Мен сол үшін оларға жестоко отомстить еткім кеп тұр. Короче, достар, мынау заброшенный жерастыдағы қорқынышты үйде уже давно ешкім жоқ и осы жерастыдағы қорқынышты үй туралыны уже бәрі ұмытып кетті. Так, достар, мен қазір обратно номері 22-ші деревняға қайтып и анау 3 хулигандарды талдырып осында әкелгім кеп тұр и осы заброшенный жерастыдағы қорқынышты үйді перестроить еткім кеп тұр, восстановить етіп. Так, все, давайте кеттік. Короче, достар, мен уже давно істегім келген нәрсені істедім. Короче, мен анау 3 хулигандарға отомстить еттім. Олар не только хулигандар, олар вообще бессердечный тварь ғой, потому что олар итті өлтіріп тастады, сендер көрдіңдер ме? Ладно, достар, зато мен оларға жестоко отомстить еттім. Давайте кеттік, ары қарай іздей берейік разбойниктердің деревнясын. Тез. Так, тез қаштық. Так, қайда олар? Вот міне олар корабльдің үстінде тұр. Так, тез қаштық орманға қарай. Мен вроде оторваться еттім. Менің артымнан ешкім қуып келе атқан жоқ. Блин, менде өзімен бірге су болды ғой и еще зажигалка. Мен анау корабльді өртеп тастаушы едім. Блин, маған анау корабльді, разбойниктердің кораблін өртеп жіберу керек еді. Ой, блин, мен обратно қайтқым келмейді анау корабльге. Мен лучше ары қарай іздей берейінші анау разбойниктердің деревнясын, плоский мирдек. Ой, бля, бастық, ол қашып кетті. Ой, мынау вообще қалай кірді мынау корабльге? Жарайды, Тревор, короче, мен саған уже болдым көрсетіп осы корабльні. Короче, кеттік, қайтайық обратно плоский мирдегі разбойниктердің деревнясына. И генераторды көрсетейін мен саған. Генератор. И, короче, осы корабльге несколько разбойниктерді отправить ету керек, чтобы олар осы корабльді қорғап, осы корабльге ешкімді өткізбеу үшін. Жарайды, давайте, қайтайық. Короче, достар, мен анау разбойниктердің деревнясын, плоский мирдегі, мен оны әлі іздеп жүрмін, и мен оны әлі тапқан жоқпын. Короче, достар, мен өз телефоным арқылы мен ютубқа 2 жаңа видео салғым кеп тұр. Короче, бірінші видеода мен Роблокста битва на башнях деген ойынды ойнаймын, ал екінші видеода мен Captivity деген хоррор ойынды ойнадым. Короче, мен осы 2 видеоны ютубқа салып тастайыншы қазір, потом ары қарай деревняны іздеуді жалғастырам. Так, все, достар, мен ютубқа видеоны салдым. Так, погодите, достар, анау шақта біреу келатыр. Диас, қалайсың? Мынау кім, достар? Қалайсың, Диас, не істеп жүрсің мұнда? Сен мені қайдан білесің? Мен сені танымаймын вроде. Мен сенің подписчигіңмін. Мен сені қарап жүрмін.
Чё там, қай жерден келатсың сен? Қайда бара жатсың? Короче, менде бір задание бар. Короче, мен анау разбойниктердің деревнясын іздеп жүрмін. Плоский мирдегі. Плоский. Сен сол деревня қайда екен білесің бе? Мен білмеймін просто. Жоқ, мен білмеймін, ол деревня қайда екен. Айтпақшы, Диас, видео қашан шығады? Чё-то видео шықпағаны көп болды ғой. Мен ютубқа видеоны енді ғана салайын деп жатқанмын өз телефонымнан. Короче, 2 жаңа видео прям бүгін шығады, короче. Айтпақшы, Диас, мен сенен бір нәрсе сұрайыншы. Мен, короче, ана жолы сенің каналыңда жерастыдағы қорқынышты үй туралыны көргенмін, бірінші видеосын. И сол видеода сен бір комнатаға кіргенде и жительдарды көргенде олардың даусы чё-то сенікі сияқты болған, как будто сен сөйлеп тұрған секілді. Сендер кімсіңдер? Стоять, менде қылыш бар. Көмектеші, сен кімсің? Ал 3 мен 4 бөлімде чё-то персонаждардың дауыстары өз дауыстарымен сөйлеген, сен даусың емес. Все, Диас, сен осында навсегда отыратын боласың. Мына клеткадан түстік па? Диас, Айтшы, неге? Я подписчик, мен соны білем. Короче, мен жерастыдағы қорқынышты үйдің 1 бөлімін түсіргенде, сол клетканы көргенде жительдар отырған. Короче, сол жительдардың дауыстарымен сөйлеген негізі менмін 1 видеода. Ал 4 бөлімде анау сары очкимен жүретін житель өз даусымен сөйлеген, өзі сөйлеген. Ал 1 видеода клеткада отырған жительдардың дауыстарын мен істедім, мен сөйледім, житель сияқты, потому что ютубта сондай тупойский видеолар, басқа адамдар персонаждардың дауыстарымен сөйлейтін видеолар өте көп просмотр алады. Поэтому мен клеткада отырған жительдардың дауыстарын мен істегенмін, чтоб көп просмотр набрать ету үшін. И, короче, поэтому мен сол жерастыдағы қорқынышты үй туралы видеомда 1700 просмотр, соның арқасында. Поэтому мен жительдарға видеоны паузаға қойғанда сол кезде мен оларға айтқанмын үндемесін деп. И, короче, мен клеткада отырған жительдардың дауыстарын өзім істегенмін, өзім жительдар сияқты сөйлегенмін. Жарайды, Диас. Кстати, Диас, сен неге сондай спокойныйсың? Сен неге ақырын сөйлейсің? Чуть-чуть қаттырақ сөйлесі? Сол, мен всегда солай сөйлеймін ғой. Жарайды онда, Диас, давай сал бол, маған өз ауылыма кету керек, мен өз ауылыма бара жатырмын, давай сал бол. Жарайды, давай, пока. Короче, достар, мен по пути өзімнің подписчигімді встретить еттім, мені қарайтын. Ол, короче, өзінің деревнясына кетті, ал мен ары қарай анау плоский мирдегі разбойниктердің деревнясын іздей берейін. Кстати, достар, мен сендерге қайтадан айтып кетейін. Короче, анау жерастыдағы қорқынышты үйдің ең 1 видеосында, короче, мен жерастыдағы қорқынышты үйде клеткада жительдарды көргенде, негізі жительдар емес, мен сөйлегенмін. Көмектеші, сен кімсің деп. Помните, достар, ал 4 бөлімде анау Серік деген житель жерастыдағы қорқынышты үйге маған келгенде уже ол сөйледі, мен емес. И, короче, достар, мен жерастыдағы қорқынышты үйдің ең 1 бөлімінде сол жительдар секілді сөйлегенде, и мен даусым жительға ұқсамаған кезде, и сол видео тупойский болған кезде көп просмотр набрать етті, достар. Сендерге, достар,
көп рахмет. Сол видеоны поддержать еткендерің үшін лайк басып, комментарий жазып. Вот, Арман, қара, короче, анау үш тупойлар прям осында анау итті өлтіріп тастаған. И еще иттің өлгеніне күліп тұрған. Короче, қара, иттің өлген теласы, еще қаны осы жерде болған. Но бірақ мэр соны көріп, жительдарға айтқан мынау қанды и иттің теласын убрать етсін деп, поэтому ол жоқ мұнда. Мә, ужас. Блин, олар неге өлтірді итті? Да, олар вообще бессердечный ғой. Оларда вообще душа жоқ. Я вот именно, Арман. Ой. Да, олар еще 5 күн бұрын мен телефонымды алмау. Олар уже вообще шыңға текетті. Олар қайта келіп тисе береді бізге. Бә, осы ауылдың мэрі тоже шыңға текетті. Мен оған осы ит туралыны айтқанмын. Анау 3 хулигандар оны өлтіріп тастады деп. Но мэрге вообще пофиг болған даже соған. Оған осы деревня и еще оның заттары важнее осы иттен қарағанда. Бә, біз не істейміз енді? Олар қазір қайтадан осында келу мүмкін. Қорықпа, Арман, мен уже полиция шақыр қойғанмын 5 минут бұрын. Олар қазір осы деревняға келіп, обыск жасап, анау 3 хулигандарды ұстайтын шығар, осы итті өлтіріп тастаған. И еще менің телефонымды алып алған үшін. Ой, жарайды Баха, давай күтейік, пока олар келгенше дейін. Аха. Арман, не істеп тұрсың мұнда? Мынау какой-то бір иттің өлгеніне жылап, бар жұмысқа кіріс, кожаный броняны істеуді жалғастыр ары қарай. Мэр, неге олай айтасыз? Сізге вообще мынау итке пофигу ма? Сізге вообще обал жоқ па мынау итке? Невиновный итке. Мен саған жұмысқа кіріс дедім тез, а то зарплатасыз қаласын, ұқтың ба? Жарайды, мэр, все, кеттім. Жарайды, Баха, давай, маған жұмысқа кету керек. Иә, жарайды, давай. Ой, долбоёб, блядь, жұмыс туралыны мұтып, өлген итке қарап тұрғы. Так, ал сен, Баха, не істеп тұрсың мұнда? Түкте, мэр, мен просто Арманмен сөйлесіп тұрғам. Чё там, анау үшеуі кет қалды ма? Иә, кет қалды. Баха, ана жолы анау 3 хулигандар келгенде саған тисіп жүрді ғой, мен оны көрдім. И еще ана жолы олар сен телефонды алып алыпты ғой, мен көрдім соны. Олар қазір қайтадан келген сон саған таяқ жегізеді ғой. Сен даже за себя постоять ете алмайсың. Қорқақ. Бля, мынау мэр уже шыңға текетті. Мынау мэр өліп қалса ғой. Анау 3 хулигандар тоже мынау итті өлтірген. Короче, мен анау разбойниктердің деревнясын әлі іздеп жүрмін. Мен, короче, какой-то бір орманға келдім. Точнее, анау шақта орман ал. На жерде березовый деревалар. Мен что-то шарша кеттім. Мен біраз мұнда отыра тұрып, разбойниктердің деревнясы туралы видео қарайыншы. Менде өзімен бірге телефон бар. И мен анау разбойниктердің деревнясы туралы видео көргім кеп тұр. Может, тиктокта бар шығар бір видео. Так, короче, мен какой-то бір видео таптым. Короче, мынау видеоның названиясы разбойниктердің генераторы. Мен разбойниктердің клеткасында отырмын дейді. Так, давайте қарайық осы видеоны.
адамдар, короче, мен сендерге срочно өте важный нәрсе айтқым кеп тұр. Жоқ. Ё-моё, ужас! Так осы видеода какой-то бір адамды разбойниктердің бастығы клеткаға посадить еткен какой-то бір жер астыдағы қорқынышты үйде, и ол оны өлтіріп тастады. И осы клеткада отырған адам разбойниктердің генераторы туралы айтқан, и сол генератордың кесірінен анау разбойниктердің бастығы 1700 жылдан бастап өмір сүріп жүр екен. Так сол генераторды Глазырь деген разбойник создать етіпті, получается. 1680 жылы. Мә, ужас. Так, ладно, чтобы бүкіл разбойниктер, и особенно анау капюшонмен жүретін разбойниктердің бастығы жоғалып кету үшін, короче, сол генераторды сындыру керек. Так, маған бір нәрсе табу керек, чтобы оны сындыру үшін. Короче, разбойник, поборник, вызыватель дегендер, олар, короче, средневековьяда Майнкрафттағы злодейлер болған средневековьяда. Олар, короче, жительдарға нападать еткен, чтобы олардың деревнясын захватить ету үшін. И потом 1680 жылы разбойниктердің бастығы Глазырь деген ол генератор создать етті, и сол генератордың кесірінен разбойниктер бесконечно появляться етті, и оларды никак ешкім остановить еткен жоқ. Короче, менің анау разбойниктердің бастығын особенно өлтіргім кеп тұр, анау капюшонмен жүретін, потому что ол вообще жестокий маньяк, ал басқа разбойниктер сол капюшонмен жүретін разбойник секілді емес. Так, ладно, мен, наверное, ары қарай жалғастыра берейін анау деревняны іздеуді. О, наконец-то полицейскийлер келді. Так. О, полиция! Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бізді сіз шақырдыңыз ба? Я, мен шақырдым. Короче, гражданин, менің есімім Тимофей Дәуленов, ал мынау менің напарнигім Аян Иманов. Короче, анау екі өлген житель мен иттің телосы қайда, бізге оны қарап шығу керек. Біз уже анау екі жительді похоронить еттік, көміп тастадық. Ал иттің телосын мэр орман жаққа алып тастады, анау жаққа. Давайте кеттік, мен сізге соны көрсетейін. Жарайды, кеттік, көрейік. Кешіріңіз, мұнда иттің телосы жоқ қой. Иттің өзінің телосы қайда? Мұнда только иттің қаны, сүйегі и жыны жатыр. Білмейм, короче, мэр бізге приказать еткен иттің телосын осы жерге қоя салсын деп. И біз жительдармен иттің телосын осында оставить еткенбіз. И осында иттің телосы болған. Наверное, иттің телосын біреулер алып похоронить еткен шығар. Біреулер алып. Жарайды, гражданин, сізге рахмет, бізге уликаны көрсеткеніңіз үшін. Так, маған осыны фотоға түсіру керек, осы трупты. Так, все, мен снимок жасадым. Жарайды, кеттік артқа деревняға. Сіз бізге бәрін айтасыз. Мынау итті и екі жительдарды кім өлтіргенін. Короче, Тимофей Дәуленов, кеше біздің деревнямызға разбойниктердің бастығы келген, капюшонмен жүретін. И ол, анау екі жительді өлтіріп тастаған осы деревнядағы. Бірінші өлген житель, ол
зельяларды варить етіп жұмыс істейтін житель болған. Ал екінші өлген жительдің аты Дарын. Ол менің Арман деген досымен бірге жұмыс істеген кожаный киімдерді істеп. Ал анау итті хулигандар өлтіріп тастаған. Хулигандар, олар үшеу болған. Олар номері 19-шы деревняда тұрады. Так, мен номері 19-шы деревняны білемін. Так, ал сол үш хулигандар қалай көрінген? Кофталардың түстері қалай? Біреуі ақ футболкамен қара түсті Adidas деген кофтамен жүреді. И ода вообще шаш жоқ, ол тақырбас. Ал екінші тоже тақырбас, ол жасыл түсті одеждамен жүрген, жасыл түсті кофтамен. Ал үшіншісінің шашы сары, и ол көк түсті кофтамен жүреді, көк түсті Adidaспен. Түсінікті. Так, екі жительді разбойниктердің бастығы өлтіріп тастады, капюшонмен жүреді. Ал анау итті хулигандар өлтіріп тастады ма? Я. Жарайды, біз сол хулигандарды номері 19-шы деревняға барып ұстаймыз, қорықпаңыз. И еще мен сізге анау разбойниктердің бастығы туралы айтқым кеп тұр, капюшонмен жүретін. Ол разбойниктің ата-аналары 1702 жылы генератордан пайда болған. Поэтому сол генератордан пайда болған разбойниктер бесконечно өмір сүреді. Потом 1736 жылы сол замокты Кермен деген адам жарып тастаған рыцарьдің костюммен келіп, и разбойниктердің бастығының ата-аналары сол замоктың ішінде өліп қалған. Поэтому сол разбойниктердің бастығы сондай маньяк болып кетті. И ол адамдарды и жительдарды жер астыдағы қорқынышты үйге заманивать етеді. Оны разбойниктердің бастығы деп емес, оны разбойник, маньяк деп атауға да болады. Поэтому сіз байқап жүріңіз, если сіз қыдырып жүрсеңіз и жерде бір непонятный постройканы көрсеңіз, то срочно полиция шақырыңыз. Потому что сол жердегі постройка, ол жер астыдағы қорқынышты үйге апарат анау разбойник деген маньякқа. Жарайды, Тимофей аға. Особенно сол разбойниктердің бастығын, сол разбойник деген маньякты ұстаңызшы. Ойындамаңыз, біз оны ұстаймыз. Жарайды, Аян, давай кеттік, бізде жұмыс бар. Аян, бізге ең бірінші номері 19-шы деревняға барып, анау хулигандарды ұстау керек. Олар итті өлтіріп тастаған үшін. Я түсіндім, давайте газды басыңыз. Я все, давай кеттік. Аян, мне мынау номері 19-шы ауыл. Так, я, Тимофей, анау номері 22-шы ауылдағы бізді шақырған адам, еще оның телефонын алып алды деген анау хулигандар. Біз анау хулигандарды ұстаған соң, бізге сол номері 22-ші деревнядағы бізді шақырған адамға телефон қайтару керек. Я білем, все, давай кеттік. Анау хулигандардың үйіне қара. Аян, вот мне, олар осы үйде тұрады, осы. Ашыңыз есікті, полиция! Сәлеметсіз бе?
Саламатсыз ба апай, сіз Рамазан Болатов пен Данияр Ғалымовтың мамасысыз ба? Иә, мен олардың мамасымын. Оларды шақыр келіңізші, бізге оны полицейский участокқа апару керек. Неге? Олар не істе қойды? Олар номері 22-ші ауылға барып, итті өлтіріп тастапты, скамейканың қасында итті. И еще олар бір баланың телефонын алып апты, телефонын. Қалай итті өлтіріп тастады? Мә, Құдай сақтасын. Мен өзімнің балаларымды сондай болады деп ойламаппын. Олар итті өлтіреді деп. Кешіріңіз, полицейский, но бірақ олар үйде жоқ. Олар, наверное, номері 22-ші ауылда жүрген шығар. Жоқ, олар о жақта жоқ. Біз номері 22-ші ауылда болғанбыз, но олар жоқ о жақта. Олар осында тоже жоқ. Мә, олар қайда кет қалды екен? Мен білмеймін онда олар қайда екен. Тұра тұрыңызшы, полицейский. Анау номері 22-ші ауылдағы баланың телефоны үйде жатыр. Менің Рамазан деген балам соны ал келген үйге. Қазір тоса тұрыңызшы, мен соны ал келем. Вот, мне. Так, все, апай, сізге рахмет телефонды бергеніңіз үшін. Короче, бізге сіздің екі балаңызды ұстау керек. Олар преступление істеген үшін номері 22-ші ауылда. Жарайды, апай, сау болыңыз. Я, сау болыңыз. Короче, Аян, міне біз анау номері 22-ші ауылдағы баланың телефонын алдық. Жарайды, Тимофей, кеттік номер 22-ші ауылға. Осы телефонды қайтарайық сол балаға. Я, давай, кеттік. Короче, гражданин, вот мне мынау сіздің телефоныңыз. О, полицейский, сіздерге көп рахмет. Короче, анау номері 19-ші ауылда анау хулигандар жоқ екен. Біз, короче, олардың үйіне кіріп, и олардың мамасынан сұрағанбыз, олар қайда екен. И олардың мамасы білмейді олар қайда екен. И олардың мамасы, сол хулигандардың мамасы бізге сіздің телефоныңызды берді. Короче, біз қазір анау хулигандарды розыскқа береміз, чтоб оларды басқа полицейскийлер іздеу үшін. Ал біз, Аян екеуміз, анау разбойник деген маньякты ұста көреміз. Жер астындағы қорқынышты үйдің өзін тауып. И егер біз оны ұстасақ, біз оны казнить етеміз. Қорықпаңыз. Жарайды, полицейскийлер, сіздерге қайтадан рахмет, менің телефонымды қайтарғаныңыз үшін. Я, оқасы жоқ. Жарайды, біз кеттік. Так, короче, достар, қараңдар, мен какой-то бір тауға жетіп алдым, мен тауға шықтым какой-то. Так, ладно, давайте ары қарай істей берейік. Так, стоп, погодите, достар, мен ана жақта киіз үйді көріп тұрмын. Қараңдар, мынау киіз үй какой-то. Так, если анау жақта біреу бар болса, то мен содан сұра көрейінші, анау плоский мирдегі разбойниктердің деревнясы қай жақта екен, қай жаққа жүру керектігін. Так, давайте көрейік барып. Мә, достар, қараңдар, мынау реально киіз үй екен, Қазақстандағы киіз үй. Так, давайте аккуратно
барайық. Так, погодите, достар, мұнда дыркалар тұр чё-то киіз үйде. Так, давайте ашайық. Так, достар, мынау киіз үйде вообще ешкім жоқ. Мынау киіз үй вообще заброшенный екен ғой. Блин, мұнда не болған вообще? Мынау киіз үйде уже давно ешкім жоқ. Мұнда паутиналар өсіп кетіпті. Короче, достар, мынау киіз үйде вообще ешкім жоқ. Уже давно. Ну, наверное, ескі киіз үй. Так, ладно, достар, давайте біз ары қарай іздей берейік, шо лучше. Мынау киіз үйге мән бермей қойық. Мынау просто заброшенный киіз үй. Так, давайте кеттік ары қарай іздейік. Так, давайте астыға түсейік таудан. Мә, достар, қараңдар, мынау жер вообще әдемі екен ғой. Мына жердегі природа вообще әдемі екен. Природа. Қараңдар, анау жақта водопад. Так, ал мынау река, достар, озеро. Так, ал анау жақта тағы да тау. Мынау жер реально әдемі екен, достар. Вообще әдемі. Так, ладно, давайте, достар, біз мынау рекадан анау жаққа қарай өтейік и анау жаққа барайық. Ой, басым-ай. Мен қайдамын? Мен неге екі қолым байланып тұр цепқа? Блин, қайдамын мен? Көмектесіңдерші! Көмектесіңдер! Мен мұндамын! Блин, қалай шығам мен мына жерден? Так, ал анау кімнің үйі? Ё-моё, ал анау неме? Анау жақта біреу өліпті. Мынау чё за труп? Көмектесіңдер! Көмектесіңдер, құтқарыңдар! Мен мұндамын! Мені өлтірейін деп жатыр, көмектесіңдер! Так, тихо, не болып кетті? Жоқ! Жоқ! Мен қазір мына маньякты өлтірем. Ал мен помощнигімді өлтірген үшін. Ол мына үйде болуы мүмкін. Қазір көреміз. Блин, мені осы цепқа мынау клоун әкелді ғой. Жоқ! Көмектесіңдер! Жоқ, пожалуйста! Өтінем, не надо! Отлично! Келесі жертва өлді. Блин, тенниске ештеңке болмаса ғой. Мен теннисқа звондап сұрап көрейінші, ол қайда екен? И бәрі жақсы ма екен? Так.
Алло, Денис, привет, қайдасың? Алло, Дара, привет. Мен, орманда жүрмін. Әлі тапқан жоқсың ба? Разбойниктердің деревнясын. Жоқ, тапқан жоқпын әлі. Ой, жарайды, Денис, мен саған удачи желать етем табуға. Жарайды, все, давай, пока. Жарайды, пока. Дениске ештеңке болмапты. Жақсы болды. Блин, номері 22-ші ауылдың мэрі вообще жынды екен ғой. Ол Денисқа вообще разбойниктердің деревнясы қай жақта екен айтпай, просто алдыда қуып жіберді оны. Соны іздеуге. Ол енді оны ұзақ іздеп, оған бір нәрсе болуы мүмкін енді, потому что ол ұзақ іздейді сол деревняны. Егер Денисқа бір нәрсе болса, то мэр кінәлі болады. Мен мэрге өзім отомстить етем. Кстати, осы Денистің ауылында мынау доска розыск дегенде мынандай бумажка пайда болыпты ғой. Так, давайте мен көрейін, мынау немене екен. Так, внимание, разыскиваются 3 хулигана, дейді Данияр Ғалымов Арменович и Рамазан Болатов Арменович и Айдос Аманбаев Бауыржанұлы, дейді. Жители деревни номер 19. Преступление. Жестоко обращаются к животным. В деревне номер 22 убили беззащитную собаку, дейді. Если вы их видели, звоните в этот номер. Ужас! Мынау хулигандар итті өлтіріп тастапты ғой. Мынау 3 хулигандар мал ғой вообще. Ой. Мен вообще білмеймін, олар неге сөйтетінін. Так, мен мынау 3 хулигандарды көрген жоқпын. Если көрсем, то мен полицияға звондаймын, наверное. Ой, қалай жалко, итті, қалай жалко. Арман, полицейскийлер номер 19-шы ауылға барды да, анау хулигандар мен телефонымды алып алды ғой, и, полицейскийлер сол хулигандардың үйіне барып, менің телефонымды қайтарды маған, қара. Хулигандар өзі қайтарып берді ме? Жоқ, хулигандар номері 19-шы деревняда вообще жоқ екен. Полицейскийлер номері 19-шы ауылға барып, и анау хулигандардың үйіне барғанда, хулигандар вообще жоқ болды. И полицейскийлер хулигандардың мамасынан сұраған, олар қайда екен деп, но мамасы білмейді екен. И, Арман, қара, біздің деревнямызға доска розыска дегенді қойды. И, анау 3 хулигандарды полицейскийлер розыскқа берді. Вот, қара. Понятно. Жарайды, надеюсь, полицейскийлер ұстайтын шығар сол хулигандарды. Баха, бұл вообще ужас қой. Мынау хулигандар вообще бессердечный. Даже разбойниктер сондай бессердечный емес. Разбойниктер олай өлтірмейді жануарларды. Арман, дұрыс айтасың. Разбойниктерде тоже душа бар, и разбойниктерде тоже жүрек бар. Олар безобидный жануарларды и балаларды өлтірмейді. Анау хулигандардан қарағанда, осы бумажкадағы. Все, наконец-то, тағы да біраз қалды. Мынау гребаный разбойниктер менің деревняма келіп, біздің бүкіл ресурстарымызды ұрлап алды. Мынау заброшенный замоктың қасындағы осы пещераның астында қорқынышты үй бар. И, разбойниктер біздің ресурстарымызды со жаққа тық қойды.
Так, короче, мен бәрін алдым вроде, чтоб разбойниктерге отомстить ету үшін. Так, менде факел бар. Так, давайте түсейік астыға. Так, короче, вот, енді маған осы жер қазу керек. Короче, вот мне мынаның астында жер астыдағы қорқынышты үй бар. Так, давайте түсейік осында. Так, мына жер қап-қараңғы, давайте факел қояйық. Так, мында есік какой-то. Так, давайте мынаны жау қояйықшы, на всякий случай. Так, все, жау қойдым. Так, мында есік. Так, давайте қылышты қолға алып, аккуратно крик. Так. Так, вроде ешкімді көріп тұрған жоқпын. Так, давайте анау жаққа қарайық. Так, анау жақта тоже ешкім жоқ. Так, ал мынау чё за комната? Так, может быть, мында біздің ресурстарымыз тығылған шығар. Так, давайте қарайық осы бөшкелерді. Блин, мында вообще түк те жоқ. Так, жарайды, кеттік. Маған, короче, разбойниктер ұрлап алған ресурстарды табу керек. Біздің деревнямыздан ұрлап алған. Так, давайте осы есікті көрейік. Так, мында зал какой-то. Зал. Так, ал мында чисто вроде. Так, мынау спальня обычная. Так, мында какой-то лестница. Так, давайте төбеге шығып көрейік. Так, мынау чё за место? Так, давайте көрейік. Так, мында тағы да бір лестница. Так, мында не бар? Так, давайте аккуратно қылышпен кірейік. Так, тихо, тихо. Ё-моё, мынау чё за место? Так, мында тағы да бір лестница. Так, давайте астыға түсейік. Так, мында бочкалар. Так, давайте бүкіл бочкаларды қарайықшы. Блин, мында тоже жоқ. Так. Ё-моё, мынау немене? Мынау чё за монстр? Так, ал мынау немене? Так, тихо. Разбойниктердің бастығының үй жануары. Получается, мынау дәу бык. Получается, разбойниктердің бастығының үй жануары екен. Блин, мында еще құмырсқалар жүр какой-то. Құмырсқа. Так, ладно, давайте қарап шығайық мына жерді. Так, мында пещера какой-то. Давайте аккуратно көрейік мында не бар екен. Так, тихо, ана жақта өрмекшілер жүр. Блин, мына жерде жәндіктер жүр тағы да. Какой-то құмырсқалар. Так, тихо, давайте аккуратно өтейік. Так, мында не бар? Тихо, мында өрмекші. Өлтіре жастады ғой мені. Так, бісміллә. Так, ал мынау немене? Ё-моё, ужас! Ё-моё, мынау чё за череп? Мында біреудің басы и еще сүйегі. Так, тихо, давайте лақтыра салайықшы мынау сүйекті. Нет, алмай қойықшы мынау сүйекті. Так, тез кетейікші мына жерден. Блин, мынау жер вообще өте қорқынышты екен. Маған ресурстарды тауып тез қашу керек мына жерден. И еще чуть-чуть разбойниктерге отомстить ету керек. Короче, разбойниктер біздің деревнямызда ресурстарды ұрлап алған үшін мен разбойниктерге чуть-чуть отомстить етейін. Например, мынау дәу быкты өлтіріп. На саған, на, тупойский бык. На. Так, ал мында немене? Так, мында сандық. Так, мынау сандықта разбойниктердің знамясы и еще седло какой-то. Жарайды, разбойниктер біздің деревнямызда ресурстарды ұрлап алған үшін мен тоже разбойниктердің заттарын ұрлай берем сандықтардан.
Так, все, мен астыға түстім. Так, давайте анау шақты қарайық. Мұнда не бар? Так, аккуратно. Так, тихо, тихо. Так, мұнда стол, орындықтармен. Так, мынау кухня, по-моему. Так, давайте мына жерді көрейік. Мұнда не бар? Так, мұнда кухня какой-то. Мұнда холодильник. Так, тихо, мен біреудің дауысын естіп тұрмын. Ан жақта біреу келе жатыр. Так, менде қылыш бар. Так, давайте дайын тұрайық оны ұруға. На! Так, ё-моё, мен шош кеттім ғой. Так, мынау, по-моему, повар деген разбойник. Повар деген басқа разбойниктерге тамақ жасайтын. Так, давайте аккуратно өтейік. Так, мынау тело жата берсін осында. Бұл вообще опасно болды. Так, жарайды, мен анау жақты қараған жоқпын. Давайте анау жақты қарайық, осы комнатаны. Так, давайте қылышты дайындайық. Так, мұнда түкте жоқ, мұнда просто төсектер и все. Разбойниктер ұйықтайтын жер. Так, короче, мен разбойниктердің деревнясын әлі іздеп жүрмін. Мен үлкен орманға жетіп алдым, үлкен орманға. Так, жарайды, кеттік, давайте іздей берейік. Если алдымнан біреу шықса, мен содан сұра көрейін, деревня қай жақта екен разбойниктердің. Стоп, погодите, мен, по-моему, осы орманды вспомнить еттім. Короче, мен бір жыл бұрын осы орманда болғанмын. Мен осы орманда Джейсон Вурхесті іздегенмін. И осы орманда, короче, 3 маньяктар болған осы орманда. Анандай қара түсті одеждамен и көзі қып-қызыл деген Орманский Чикатило деген, и еще клоун-убийца деген, и еще Джейсон Вурхестің өзі болған. Короче, вот сол 3 маньяк болған осы орманда. Жарайды, на этот раз мында ешкім жоқ шығар, олардың бәрі өлген. Жарайды, кеттік, мынау жаққа барайықшы. Может, мынау жақтан мен бір нәрсе табам. Так, мында вообще ешкім жоқ пока. Кстати, мен бір нәрсе вспомнить еттім. Короче, мен номер 22-ші деревняда болғанда, андай Диас бар ғой, Диас деген адам болған, алмазный бронямен жүрген. И мэр оны тоже послать етті, разбойниктердің деревнясын іздеуге. Ол қайда жүр екен? Ол, возможно, тапқан шығар даже сол деревняны. Или білмеймін. Так, давайте артқа қайтайық енді. Так, анау жақта не бар? Давайте жүрейік аккуратно. Так, мұнда клетка какой-то. Чё за клетка мынау? Врагтарға арналған клетка. Понятно. Так, жарайды. Ал мынау чё за есіктер? Так, гим дейді. Джим, точнее, Джим. Так, давайте крик мұнда. Ё-моё, мұнда тағы да бір жәндік жүр. Так, тихо. Жарайды, шошмай қойайық одан. Так, мынау спортзал, по-моему. Так, мұнда штангалар. Штанга. Так, ал мынау турник получается. Так, жарайды, давайте анау есікті көрейік. Так, тихо, ан жақта біреу келе жатыр. Тез тығылу керек мұнда. Так.
Так, менде қылыш бар, давайте дайын тұрайық оны ұруға, если ол кірсе мұнда. На! Жібер қолымды! Аха, ұсталдың ба? Ай! Давай, бергел. Жоқ! Так, тихо. Так, тихо. На, саған. Так. Нет! Нет! Так, тез қашу керек. Так, короче, мен осында тұрып, оны тағы да бір рет ұрып көрейінші. Ай! Қолым! На! Жіберші мойнымды! На саған! Так, все, наконец-то. Мен мынаны өлтірдім. Так, мынау разбойник. Вообще накачанный болған. Так, анау жақта спортзал, тренажерный зал. По-моему, мынау разбойник сол спортзалда осылай накачаться еткен. Жарайды, анау ресурстарды табайық та қайтайықшы тез. Эй, сәлем балақай. Бергел, мен саған мороженый берем. Ё-моё, мынау клоун деген маньяк әлі тірі екен ғой. Сені Джейсон Фурхес өлтірді ғой. Сен қалай тірі қалдың? Маньяк, блин. Мен өлген сияқты боп притвориться еттім, поэтому тірімін. Давай, бергел. Жоқ! Давай, бергел, на саған. Давай, бергел. Тихо, кет бар. Так, менде щит бар. Щит керек болады маған. Все, давай, бергел, клоун. На! Давай, бергел мұнда. Мен сені өлтіремін, псих. Сука, мен сені өлтірем. Ага, ұсталдың ба, клоун? Жоқ, өтінем, не надо. Сен қазір осы орманда клоун боп притворяться етіп, адамдарды өлтірген үшін и маньяк болған үшін мен сен өртеп жіберем қазір. Джейсон Фурхесті өртеп жіберген секілді. Жоқ!
чтобы бүкіл орман өрттен кетпеу үшін маған сені көміп тастау керек. Жоқ, өтінем, өлтірмеші мені. Жоқ, жоқ. Так, мына жерде вроде ешкім жоқ. Так, мынау чё за есік? Так, давайте жабайық есікті. Так, бочкалар. Так, давайте қарайық. Может, мында бір нәрселер бар. Блин, вообще түкте жоқ. Так, мында какой-то А4 бет и кітап. Так, чё за кітап мынау? Давайте көрейік. Так, вызывательдің жазған қолы дейді. Так, давайте көрейік мында не деп жазылып тұрған. Сәлем, Диас, давай ойын ойнайық. Бұл ойында саған жер астыдағы клеткадағы жительдарды құтқару керек. Құтқара алмасаң, сенің артындағы ТНТ-лар 5 секундтан кейін жарылады. Ойын басталды дейді. Опять кітап, достар. Ну чё, не деп жазылып тұр кітапта? Сәлем, не понял. Сәлем, Диас, давай ойын ойнайық. Так, мен что-то түсінген жоқпын. Қайдағы вызыватель и қайдағы ойын и қайдағы Диас? Так, мынау, по-моему, ескі қол бір какой-то Диасқа жазған. Вызыватель деген. Так, давайте қоя салайық орнына. Так, давайте енді анау жаққа барайық. Анау жақта не бар екен көрейік. Так, мында тағы да бір есік. Так, мында не бар? Так, мынау, по-моему, туалет какой-то. Так, давайте мына жерді көрейік. Так, мында тоже түкте жоқ. Мында просто ванна. Так, жарайды, давайте мына жерден шығайық. Так, давайте кеттік, анау жаққа барайық. Так, мында тағы да бочкалар тұр. Так, давайте көрейік, мында не бар екен. Так, мында сәбіз жатыр. Так, давайте осыны алып алайын мен. А то мен қарным аш кетті. Мен өзімен бірге тамақ алған жоқпын. Так, ал мында не бар? Давайте осы жерді қарайық. Так, мына жер пусто. Так, жарайды, кеттік, давайте анау жаққа барайық. Так, тағы да бочка. Так, мынау бочкаларда тоже түкте жоқ. Так, мында тоже түкте жоқ. Мынау сағат вообще өте ескі екен ғой. Мынау сағатқа уже 200 жыл болды. Или даже 300 жыл. Так, мында тағы да бір есік. Так, давайте мында не бар екен көрейік. Так, мынау, по-моему, зал. Так, мында ничего особенного жоқ. Так, давайте ары қарай бара берейік. Так, ал мынау что за место? Так, давайте көрейік. Так, мынау подвал какой-то. Подвал. Так, давайте қылышты қолға алып, аккуратно түсейікші. Так, тихо. Мен шош кеттім ғой. Мынау манекен мені шошытып жіберді. Мынау манекен вообще қорқынышты болып көрінеді екен. Так, мынау что за подвал непонятный. Так, мында бочкалар бар. Давайте осы бочкалар тоже қарайық. Мына жерде тоже түкте жоқ. Так, давайте печканың артын қарайықшы. Бір нәрсе бар шығар артында. Ой, мында вообще түкте жоқ. Жарайды, давайте шығайық мына жерден. Так, ал мында не бар? Так, мында пианино какой-то. Өте ескі. Мынау пианиноға
тоже 200 жыл. Так, жарайды, давайте ары қарай барайық. Так, анау жақта тағы да тоннель, и мұнда тағы да есіктер. Так, давайте мынаны көрейік. Так, мында вообще түкте жоқ. Так, давайте шығайық мына жерден. Блин, мен біздің деревнямыздағы ресурстарды разбойниктер ұрлап алған. Мен оны әлі тапқан жоқпын. Блин, мен қашан табам оны? Так, мында сандық какой-то. Блин, мына жерде вообще түкте жоқ. Так, мында какой-то фото тұр. Так, давайте көрейік осы фотоны. Так, мынау что за фото? Так, мынау фотода какой-то разбойник капюшонмен жүретін. Какой-то деревняның қасында түскен. Точно, мынау маньяк қой. Разбойник деген маньяк. Осы жер астыдағы қорқынышты үйге адамдарды заманивать ететін. Жарайды, давайте мынаны орнына қоя салайық фотографияны. Так, давайте кеттік, ары қарай барайық. Так, мында не бар? Так, бочкалар. Так, давайте қарайық бочкаларды. Так, мында шкаф какой-то. Так, шкафта түкте жоқ тоже. Жарайды, кеттік, ары қарай бара берейік. Так, мынау что за есіктер? Так, давайте мында кірейік. Так, тағы да бочкалар, сандықтармен. Давайте қарап шығайық. Так, мында мусорлар какой-то. Мыналар маған керек жоқ вообще. Блин, мына жерлерде тоже түкте жоқ. Так, ал мынау что за есік? Так, мынау немене? Тюрьма дейді. Так, мынау, по-моему, тюрьма. Так, давайте көрейік, мында не бар екен. Так, мында обычный тюремный камералар. Мынау соседний комнатаның ішінде туалет. Так, ал мында немене? Мында лестница какой-то. Так, қай жаққа апарады мынау лестница? Мен түсіндім. Короче, баяғыда осы камерада отырған адам, лестница арқылы вентиляцияға қарай көтеріліп, вентиляция арқылы қашқан. Мынау лестница вентиляцияға қарай апарады. Так, блин, мында вообще түкте жоқ, мында гравилер ары қарай. Так, мынау вентиляция уже өте ескі. Так, жарайды, давайте астыға қарай түсейік и көрейік мына жерді. Так, мында түкте жоқ тоже. Так, блин, мен мына жерден шыға алмайым. Так, жарайды, менде кирка бар. Давайте кирка арқылы шағайық есікті. Давай. Все. Мен шош кеттім ғой. Мен мына жерден енді никак шыға алмайым деп. Так, ал мында не бар? Так, мынау тюремный камералар одинаковый, по-моему. Мында ничего особенного жоқ. Так, мында не... Ё-моё, мынау немене? Мынау тюремный камерада біреу өлген. Баяғыда мында біреудің скелеті жатыр, біреудің сүйегі и еще қаны. Вообще ужас. Так, жарайды, давайте мына жерлерді қарайық. Так, мында больше түкте жоқ. Так, жарайды, давайте ары қарай бара берейік и тез табайықшы анау ресурстарды. Мен тез тапқым кеп тұр и кеткім кеп тұр осы жерден. И еще, если мен анау главный маньякты көрсем, анау капюшонмен жүретін, то мен оны өлтіріп көрем, попробовать етіп. Жарайды, надеюсь, менде получится. Так, давайте ары қарай бара берейік. Так, короче, біз Аян екеуміз ары қарай жаяу бара жатырмыз, потому что машина мына жермен жүре алмайды. Эй, Тимофей, давай болсай тез. Я келе жатырмын.
Мә, аян наңғара анау жақта тот самый замок тұр, разбойниктердің замогы. Анау разбойник деген маньяктың жарылған замогы тұр ескі. Я көріп тұрмын. Кстати, Тимофей, сен анау разбойник деген маньяк туралыны, капюшонмен жүретін туралыны тағы да не білесің? Тағы да қандай история бар? Мен, тағы да бір историяны білем сол туралыны. Аян анау разбойник деген маньяк капюшонмен жүретін. Ол, еще 1748 жылы, оны тюрьмаға посадить еткен. И потом, ол ровно 100 жылдан кейін шығып кетті тюрьмадан. Өзі выбраться етіп. 100 жылдан кейін бірақ шықты ма? Оны неге разбойниктер құтқарған жоқ? Ол разбойниктердің бастығы болып еді ғой. Капюшонмен жүретін разбойник. Просто басқа разбойниктер сол капюшонмен жүретін маньяк туралыны сол кезде мұты кеткен вообще. И басқа разбойниктер сол капюшонмен жүретін разбойник без вести жоғал кетті деп считать еткен. Олар білген де жоқ, сол капюшонмен жүретін разбойникті тюрьмаға посадить етті де. Ужас. Жарайды, Тимофей, давай кеттік, ары қарай жүре берейік. Так, давайте сәбіз жеп алайықшы. Мен қарным аш кетті тағы да. Наконец-то. Так, мында не бар? Давайте мынаны көрейік. Так, мында тош түкте жоқ. Жарайды, кеттік. Ары қарай барайық. Так, ал анау жақта не бар? Так, анау жақта есік еще. Так, давайте көрейік мынау есікте не бар екен. Так, мына жер қап-қараңғы. Так, тихо, анау жақта біреу отыр. Орындықтың үстінде біреу отыр. Так, давайте светті қосайық. Так, ей, сен кімсің? Менде қылыш бар, тұр орындықтан. Так, мынау что-то маған мән бермей жатыр. Так, мынау не? Ё-моё! Мынау немене? Мынау вообще ужас қой. Мынау нәрсе вообще қозғалмайды. Так, мынау просто кукла. Мынау жай ғана кукла ескі. Мынау кукла вообще өте қорқынышты көрінеді екен. Вообще ужас. Так, что за комната девчачья? Так, мында розовый төсек и розовый ковер. Так, давайте бочкаларды қарайықшы. Бүкіл бочкаларды қарайық. Бочкамен сандықтардың біреуінде ресурстар болуы мүмкін. Так, мында тағы да бір нәрсе бар ма? Так, все, по-моему, мында басқа түкте жоқ. Мынау кукла шынымен де қорқынышты көрінеді екен. Так, жарайды, мен кеттім, наверное, мынау комнатадан светті өшіре салайыншы тоже. Так, все, кеттік. Мынау комната вообще қорқынышты екен. Вообще ужас болды ғой. Так, давайте ары қарай бара берейікші. Так, мына жақта тоннель тағы да. Так, мында тағы да бочкалар. Так, давайте қарайық. Так, мынау бочкалар тоже пустой. Так, мында тағы да бір комната. Так, тағы да бочка тоже пустой. Так, жарайды, давайте мына жерден шығайық. И мына жерде не бар екен көрейік. Так, мында вентиляция. Так, мынау решетканың артында вентиляция, Так, мында не бар? Так. Тихо, ан жақта разбойниктер. Так, тихо. Мен ары қарай өте алмайым, потому что анау жақта разбойниктер тұр. Анау жақта разбойниктер вообще көп. Мен оларды өлтіре алмайым. Олар мені өлтіріп тастайды.
Блин, енді не істеймін мен? Қалай өтем енді ары қарай? Ой, білмеймін даже. Так, мында бір нәрсе бар ма хотя бы? Так, блин, вообще мынау предметтер не подходит, чтоб незаметно өту үшін. Блин, не істесем болады енді? Қалай өтсем болады? Так, стоп, погодите. Короче, мен жаңа анау жақтағы тюрьмада бір тюремный камерада лестницаны көргем, вентиляцияға қарай апаратын. И, короче, сол вентиляция осы тоннельге қарай апарады екен ғой. И анау жақтағы комнатаға, так, тихо, аналар мені көре жаздады. Короче, мен қазір анау жақтағы тюрьмаға қайтып и вентиляцияға кіріп, вентиляция арқылы анау жақтағы келесі комнатаға өткім кеп тұр. Так, давайте, кеттік, сөйтейік. Аян, тоқташ. Не болды, Тимофей? Бергелші, бір нәрсе көрсетем. Короче, қара, мынау пещерада, анау жақта какой-то непонятный, басқалардан отличаться ететін блок тұр, кірпіш деген, и ан жақта тарелка жатыр, и факелдер тұр, чөді. Мә, бұл жерастыдағы қорқынышты үйге ұқсайды, как будто анау кірпіштің астында жерастыдағы қорқынышты үй бар сияқты. Я, давай кеттік, көрейікші. Так, подожди, Аян, мен осы тарелканы проверить етейінші. Так, мынау чё за тарелка? Разбойник деген повардың тарелкасы дейді. Не? Разбойник деген повар дейсіз бе? Я. Мә, Тимофей, мынау шынымен де жерастыдағы қорқынышты үй екен. Біз, по-моему, соны таптық. Я, давай кеттік. Короче, бізде кирка жоқ, давай біз осы кірпішті екеуміз бірге пистолетпен шақ көрейік. Я, давайте, 1, 2, 3. Давай. Так, все, отлично, давай, кеттік. Мә, Тимофей наңғыры, мынау шынымен де жерастыдағы қорқынышты үй екен. Я, давай кеттік. Бізге анау капюшонмен жүретін разбойник деген маньякты ұстау керек. Я, давай. Мына жерде чисто, ешкім жоқ. Так, алтыда чисто. Так, мына жер чисто, мына жерде просто спальня, ұйықтайтын жер. Так, давай, артқа кеттік. Так, мында бір лестница төбеге қарай апаратын. Давай, артынан көтеріл. Давай, кеттік. Так, мына жерде тоже чисто. Мына жақта тағы да бір лестница бар, и тағы да бір есік. Так, Аян, байқап жүр, мұнда жәндіктер жүр. Я, давай кеттік, мына жерде лестница бар. Мына жерде пещера какой-то. Байқа, Тимофей, мына жерде тағы көп жәндіктер жүр. Я. Так, мынау чё за пещера вообще? Непонятный.
Так, аккуратно, Тимофей, мына жерде олар өте көп. Так. Так, иә, өте көп екен шынымен де. Ё-моё, Тимофей, қара, мұнда біреудің бас сүйегі жатыр, и еще сүйектері. Мынау пещерада баяғыда біреу өлген. И уже давно скелетке айналып кеткен. Жарайды, Аян, кеттік артқа қарай. Так, короче, вот мне мен келдім осында. Так, давайте мында факел қойық и мынау гравийді қазып ары қарай өтейікші. Так, давай. Так, давайте қазайық. Так. Все, наконец-то. Так, короче, мен вентиляция арқылы бара жатырмын. Так, мына жер вообще қап-қараңғы. Давайте факелдер қоя берейікші. Мына жер вообще қап-қараңғы, вообще қорқынышты екен. Так, вот мне мынау решетка. Так, давайте астыңғы жақты. Блин, мында вообще түк те көрінбейді. Жарайды, давайте ары қарай жүре берейікші. Так, короче, вот мне мен тот самый тоннельге жеттім. Мында анау ковер тұр. Осы разбойниктердің ковері и разбойниктердің өздері тұр. Вот мына жерде, мынаның астында. Так, жарайды, кеттік, жүре берейік ары қарай. Так, давай кеттік мына жаққа. Ё-моё, Тимофей, қара, ан жақта біреу өліпті. Иә, көріп тұрмын, ан жақта біреудің теласы. Так, жарайды, давай кеттік аккуратно. Тимофей, мынау тоже разбойник. Мынау даже разбойник сияқты болып көрінеді. Мынау накачанный разбойник. Оны осында біреу өлтіріп тастапты. Так, оны явно разбойниктер өлтірген жоқ. Наверное, оны бір адам өлтіріп тастады. Анау төбедегі шахтадағы факелдер, наверное, сол адамдікі болған, осы разбойникті өлтірген. Я солай шығар. Жарайды, давай кеттік ары қарай. Кстати, Аян, короче, анау жақтағы разбойниктердің кухнясында анау поварды, наверное, тоже сол адам өлтіріп тастады. Анау качокты өлтірген адам. Ой, бля, сол адамның вообще несі бар осы жер астыдағы қорқынышты үйде? Ой, вообще хуй знает. Жарайды, давай кеттік. Так, еще чуть-чуть қалып, по-моему. Так, қайда бара жатырмын мен? Так, мынау что за место? Так, давайте мында тоже факел қояйық. Все, мына жерде, по-моему, выход уже. Короче, мында люк тұр, вентиляцияға апаратын. Так, давайте енді аккуратно шығайықшы мына жерден. Так. Все, наконец-то мен мына жерден шықтым. Так, давайте жауып қояйық енді. И көрейік мен қайда екенімді. Так, мында бочкалар. Давайте көрейік. Так, мында арбалеттер жатыр. Разбойниктердің арбалеттер. Давайте алып алайық. Разбойниктер қарсы болмайтын шығар, мен арбалеттерін алып алсам олардың. Так, мында еще поводоктар, веревкалар. На всякий случай керек болады. Давайте алып алайық оларды. Так, все, мен алып алдым. Так, давайте енді мына жерден шығып көрейік, мұнда не бар екен. Так, мынау чё за есік? Так, тихо, ан жақта разбойниктер тұр. Короче, мен анау жақтан осында келдім, вентиляция арқылы. Так,
мынау чё за есік? Так, мында печкалар какой-то и есік. Так, мында не бар? Так, ана жақта тағы да продолжение осы жер астыдағы қорқынышты үйдің. Но мен о жаққа потом барам, потому что мен осы жердегі анау екі есікті қараған жоқпын. Давайте көрейік мынау екі есікті. Так, мынау немене? Мынау есікті ашу үшін мастер кей деген кілт керек дейді. Так, понятно, маған мастер кей деген кілт керек осы есікті ашу үшін. Так, давайте тау көрейік сол кілтті. Так, ол мында бар ма? Печкаларды. Давайте печкаларды қарап шығайықшы. Так, давайте мына жерлерді қарайық, мында бар ма? Так, мен, по-моему, таптым. Вот, мне мастер кей деген кілт. Жақсы болды. Так, давайте енді көрейік осы есіктің артында не бар екен. Так, мынау немене? Разбойниктер ұрлап алған ресурстар. Сандықтарды ашу үшін ресурс кей деген кілт керек дейді. Так, мынау сандықтар кілтсіз ашыла ма? Давайте көрейік. Так, мынау сандықтар ашылмайды. Короче, ашу үшін ресурс кей деген кілт керек. Так, мен, по-моему, ресурстарды тапқан сияқтымын. Разбойниктер біздің деревнямыздан ұрлап алған. Олар осы сандықта. Так, маған енді ресурс кей деген кілтті тауып, осы сандықтарды ашып, ресурстарды алып, осы жерден қашу керек дес. Так, давайте табайық ресурс кей деген кілтті. Так, мында не бар? Анау жақта вообще қап-қараңғы. Так, давайте факел арқылы осветить етіп барайық и көрейік анау жақта не бар екен. Стоп, погодите. Мен, уликаны оставить етпеу үшін мынау кілтті алып алайыншы, потому что разбойниктер осында келіп көр қою мүмкін и мені көріп өлтіріп тастау мүмкін. Так, давайте ары қарай бара берейік. Так, мынау немене? Мында лестница какой-то. Так, давайте түсейік астыға қарай. Мына жер вообще қап-қараңғы. Так, и ё-моё, мынау чё за место? Мында өте қорқынышты и тұр. О боже, ужас. Мында қыздың теласы. Анау капюшонмен жүретін разбойник деген маньяк когда-то осы қызды повесить етіп өлтіріп тастаған. Вообще ужас. Так, анау жақта еще біреудің басы жатыр, біреудің бас сүйегі, еще қандар. Вообще ужас. Так, мынау чё за табличка? Ескі 1740 жылғы разбойниктердің деревнясындағы үй. Так, понятно. Давайте ішін көрейік. Аккуратно. Қолға қылышта. Так, мында тағы да бочкалар. Давайте көрейік. Мыналар тоже пустой бочкалар. Так, мында тағы да бір фотография тұр. Давайте көрейік осы фотографияны. Так, мынау немене? Так, вызыватель дейді. Мен, по-моему, вспомнить еттім. Мен бағана анау төбедегі, анау комнатадағы столдың үстінде кітапты көргем. Сол кітаптың аты осылай аталған вызывательдің қолы деп. Так, по-моему, осы вызыватель сияқты, осы фотодағы сол қолды жазған. Так, жарайды, давайте орнына қоя салайық мынау фотографияны. Давайте енді шығайық мына жерден. Так, давайте енді үйдің артын қарап шығайық. Может, мында бір нәрсе бар шығар. Так, мында вообще түкте жоқ. Мына жер вообще қап-қараңғы.
мына жер чисто. Так, ал мында не бар? Тихо, тихо! Ан жақта разбойниктер тұр. Не, разбойниктер? Так, ща көрейік. Я, анау жақта разбойниктер. Так. Тоқта, Аян. Біз неге разбойниктерден қорқып тұрмыз какой-то? Біз екеуміз, и бізде пистолет бар. Біз спокойно өтеміз қазір. Давай, кеттік, дайындал. Давай, ары қарай жалғастырайық. Жарайды, давай, мына жерге кір көрейік. Ой, мен чё-то шарша кеттім. Мен біраз отыра тұрайыншы осы жерде. Мен чё-то басым ауырып кетті осының бәрінен. Мен қазір сәбізді жеп, точнее мына жер вообще қорқынышты көрінеді. Мен лучше үйдің ішіне кірейінші. Мен біраз демала тұрайыншы осы төсекте отырып, чё-то басым ауырып кетті мен. Давайте сәбіз жеп алайық, и потом ары қарай ресурс кей деген кілтті іздеуді жалғастырайық. Так, мына жер чисто. Жарайды, кеттік, анау есікті қарайық. Так, мында печкалар какой-то. И мына жерде тағы да бір есік бар. Давай көрейік, со жерде не бар екен. Так, мына жерде туннельдің жалғасы. Иә, давай кеттік. Анау капюшонмен жүретін разбойник деген маньяк осы жерде шығар. Короче, Тревор, вот мне мынау разбойниктердің бесконечный генераторы. Класыр деген разбойник осы генераторды создать етті. Мә, түсінікті. Мынау генератор сені тоже создать етті ғой. Иә, поэтому мен бесконечно өмір сүрем. Жарайды, Тревор, короче, мен саған бір задание бергім кеп тұр. Короче, сен қазір номері 61-ші деревняға бар да, 2 жительді маған алып кел. Короче, бірінші житель қызыл түсті шапкамен, очкимен жүреді. Түсіндің бе? Ал екінші житель көк түсті кофтамен жүреді. Көк түсті. Короче, вот осы 2 жительді алып кел маған. Жақсы, бастық, түсіндім. Мен как раз таки білем, сол деревня қай жақта екен. Номер 61-ші. Жарайды, мен кеттім. Давай, удачи. Все, мен басым вроде басылды. Жарайды, кеттік. Қолға қылышты алып, ары қарай іздейік ресурс кей деген кілтті. Так, анау печкалар тұрған комнатада тоннель болған. Давайте со жаққа барайық.